Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк Орынғали, бұл менің қазақша YouTube каналым. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, комментария қалдыруға ұмытпаңыз. Бүгін мен психология тақырыбын жалғастырамын. Оның ішінде мастер-кит методикасы, оның ішінде олардың өте әйгілі тренажеры от обратного деп аталады. Бұл от обратного деген қазақша енді керісінше, мүмкін керісінше деп переводтауға болады. Мен сіздерге мүмкіндігімше қазақша түсіндіртуге тырысамын. Бұл өте мықты тренажер, өте жақсы. Бұны сіз өз дәптеріңізге упражнение ретінде жасап көруіңізге болады. Мысалы, егер де сізде бір проблема тұрса, алдыңызда проблеманы шешуге деген энергияңыз болмаса, не істейтініңізді білмесеңіз, осы моментте осы жақсы упражнение болып саналады. Егер де сіз бұны шынымен де шын ниетпен, өз-өзіңізбен тиянақты, ұқыпты және орысша айтқанда честно жасайтын болсаңыз, бұны ешкіммен бөлісудің қажеті жоқ, ол тек сіз и тек қана қағаз. Егер де әрине сізде мастер-кит методикасы болса, ол жерде тренажер арқылы жасауға болады. Ал мастер-кит болмаса, бір бет қағазға мен айтам, солай жасауыңызға болады. Мен өзім өте керемет результаттарға келдім. Өзім бірнеше рет осы алдыма қойған түсініксіз проблеманы шеше алдым. Сізге де көмегін тигізеді деп сенемін, сондықтан сізбен бөлісіп жатырмын. Яғни біріншіден біз проблеманы жазған кезде, ол проблеманың ішіне орысша никогда деген сөзді қосамыз. Мысалы, айтайық, сіз белгілі бір зарплатаны алып жатырсыз, сіз 2 есе зарплата алғыңыз келеді. Әлде болса менің YouTube каналым бар дейді. Мен YouTube каналымды келесі уровеньге көштіргім келеді, масштабировать еткім келеді орысша айтқанда. Осы мысалдарды алып көрейік. Сіз дәптерге жазасыз, мен ешқашанда 1 миллион теңге зарплата ала алмаймын. Ешқашанда өмірімде. Әрине, яғни сіз өміріңізде бұл жаңағы жазған проблемаңыз ешқашанда шешілмейді деп қағазға жазасыз. Ешқашанда шешілмейді. Және бұны өтірік жасамайсыз, шынымен де ешқашанда шешілмесе не болады? Немесе мен мысалымда, менің YouTube каналым ешқашанда келесі уровеньге көшпейді, осындай түрмен қалады. Ешкім қарамайды, осындай түрмен, осындай качествода қалады деп жазасыз. Иә, білем, бұл негізінен упражнение кішкене сізге больно болады, яғни сізді ауыртады, жүрегіңізді ауыртады, бірақ дәл қазір сізге осыны жасау керек. Өз-өзіңізді жилет етпеңіз. Жилет ету, өз-өзіңізді жұмсарту, оның ешқандай пайдасы жоқ, ешқандай сізді алға қарай жүргізбейді. Яғни сіз иллюзиядан шығып, реальный өмірге қарау керексіз. Яғни сіз соны жаздыңыз, ешқашан деген сөзді, никогда деген сөзді қолданасыз. Яғни сіз соған 1-2 минут ой саласыз, яғни шынымен де сіздің бұл проблемаңыз ешқашанда шешілмейді деп. Содан кейін сіз өз-өзіңізге сұрақ қоясыз. Жарайды, менің YouTube каналым ешқашанда өзгермейді, ешқашанда жақсармайды, келесі уровеньге көшпейді. Что будет плохого? Орысша айтқанда, қазақша бұл енді жарайды, не болады? Әрі қарай не болады? Не? Егер де бұл шынымен де проблема шешілмесе, мен әрі қарай не істеймін деген сұрақ қоясыз. Что будет плохого? Мысалы, егер мен YouTube каналым ешқашан жақсармаса, келесі уровеньге көшпесе, мен айналыспаймын. Соны жазасыз жаңағы дәптерге, келесі сұрақ қоясыз. Енді не болады? Что теперь будет плохого? Жарайды, мен бұл YouTube-пен айналыспаймын, енді не болады? Әрі қарай сізге бір ой келуі мүмкін. Бұл неше түрлі ой, міндетті түрде сіздің басыңызға келген, ең бірінші келген ой, соны еске сақтаңыз. Оны логикаға салып, ойланып, оны ақтарудың қажеті жоқ. Бұл тез жасайтын упражнение, максимум 30 минут кетеді. Жарайды, онда мен басқа нәрсемен айналысам, мүмкін бұл кітап жазам деп айтайын. Бұл мен мысалым, сізде мүлдем басқаша болуы мүмкін. Одан кейін тағы да жаңағы сұрақты қоясыз. Енді не істеймін? Енді не болады? Что будет плохого? Яғни ең соңына дейін әкелесіз. Ең соңында, егер сіз бұл упражнениені дұрыс жасасаңыз, ең соңында сізге, ең басында сізде смирение болу керек, орысша айтқанда, яғни толық смирение, яғни сіздің проблемаңыз ешқашанда шешілмейді. Болды, әрі қарай не істейсіз? Ең соңында сіз бұл упражнениені дұрыс жасасаңыз, сізге бір ой келеді, немесе облегчение келеді, немесе
сіздің көңіл күйіңіз бір моментте өзгереді. Яғни бұл өмірдің аяғы емес, бұл проблеманы басқаша көзбен қарауға болады. Бұл проблема жарайды, шешілмесе шешілмесін, мен енді басқа нәрсені жасаймын. Әлде болса да сіз сондай бір көңіл күйіңіз бір күннен кейін, 2 күннен кейін өзгеріп, мастеркетте біз айтамыз, бұл екінші уровеньге көшу. Екінші уровеньде бұл сіздің проблемаңыз мүлдем проблема емес, басқаша бір, яғни енді мен проблеманы жай шешемін, ешқандай зацикленность дейді орысша, зацикленностьті алып тастаймыз. Яғни біздің психикамыз сондай керемет түрде жұмыс істейді. Өте керемет. Кейбір мәселенің жауабы сізге ойыңызға өз-өзімен келу мүмкін. Сондықтан ғой бүкіл психологияда, егер де сіз жаңағы дінге, религияға кітаптарын оқысаңыз да, айтады, барлық сұрақтың, сіздің сұрақтарыңыздың жауабы сіздің жүрегіңізде, сіздің ішіңізде. Ол сұрақтың жауабы сізде бар. Яғни сол сұрақтың жауабын шығару сыртқа неше түрлі әдістермен шығаруға болады. Жаңағы мен айтқан сізге упражнениям соны жауапты шығаруға көмектеседі. Жасап көріңіз, егер бұл қазақша жасау қиын болса, орысша сұрақ қою арқылы, что будет плохого, оған шын жауап бересіз, өтірік емес, шын жауап беру керексіз. Біздің ең негізгі мақсатымыз жауап табу. Осы упражнение жасап көріңіз, результаты қалай болды, міндетті түрде астында комментарияға жазуға ұмытып кетпеңіз. Егер бір нәрсе түсініксіз болса, сұрақ ретінде қалдырып кетіңіз. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше.